мәссаған. Осы Абай Алтын мектебінде оқып жатқанымызға 1 жылдар уақыт болып қапты ғой. Дұрыс айтасың. Айтар болсам көп-ақ, қайсысын айтайын? Айтпақшы, батылдық пен жігерлі болуды бөле жара айтуға болады. Оныңа әбден келсем. Таңғы жиын, әртүрлі кештер, шешендік өнер сабағы, үйірменің жобалары бізді осы бағыттардан әбден шыңдады. Өз өмірімнен бір мысал айтайын. Айтшы, қызық екен. Сәрсенбі, әдеттегідей күнделікті сабақтар, есептер, ал бүгін барлығы басқаша. Менің өмірімдегі өзге мектептің оқушыларымен алғашқы рет сайысқа түсетін күнім. Қатты қобалжыдым. Түске таяу қонақтарымыз да келіп жетті. Көздерінде жалын ұшқын олап тұрған қарсыластарымның жүзі мені тебіретті. Сағат 2:30-да шешендік сайыс басталды. Жеребе тастап жүгімізді анықтадық. Алдында қаз-қатар тізіле отырған мектеп оқушылары, тақырып таңдауда ұсынып отырған әділ қазылар алқалары. Ал қарсыласым болса, мүлде басқа мектептің оқушысы. Қатты қобалжыдым. Осылайша тақырып таңдайтын сәтте келді. Көзім бірден күшінен келген 2 қағазға түсті. Ойлана келе, сол жағымдағы қағазды таңдап қалдым. Тақырыбың қандай болды? Тақырып ата-әжемізден алған өнеге мен тәрбиеге байланысты еді. Сәл қобалжып кеттім. Дірілдегенмен сөз бастадым. Сөйлеп жатып, не айтарымды білмей тоқтап қалған сәттерім де болды. Тіпті аттың артқы шаяғы деп шатасып, көрермендердің күлгенінен сасқалақтап, ұялып қалдым. Сол сәтте адамға батылдықтың ауадай қажет екендігін түсіндім. Батылдықты шыңдала келе, дайындала келе қалыптастыруға болады. Дұрыс айтасың. Менің осы тақырыпта жазған бар еді, оқысам қарсы емессің бе? Әрине оқы, көрермендерді тыңдасын. Батылдық адамның қорықпай, қиындыққа қарсы тұра білуі. Өз ойын ашық айтып, дұрыс жол таңдауы. Батыл адам тек күшті емес, ол ақылды, әділ, елі үшін жаны ашитын адам. Мен ең алғаш шешендік өнер дәрісінде өз әңгімемді оқитын кезде ішімде үрей, қорқыныш сезімі болды. Менің әңгімем дұрыс шықпай, өзгелер оған сын айтса, не істер екенмін деген ойларды мазаладым. Бірақ мен осы ойлар мен сезімдерге берілудің орнына қарсы тұрып жеңе білдім. Қиын кезде шындықты айту, досыңды қорғау, өз қателігіңді мойындау, бәрі сайып келгенде батылдық. Қысқасы, батылдық адам үшін ең керек қасиет. Дұрыс айтасың, Айла. Сенің ойыңмен толықтай келісемін. Өз шығармаларынан үзінді оқыған 2-ші А сынып оқушысы Айла Молқызы және 7-ші А сынып оқушысы Айна Қисапқызы.